Сенаторлар халықты алаңдататын мәселелерді тыңдау үшін өңірлерге аттанды. Павлодар облысынан сайланған Алтынбек Нохұлы мен Ернұр Айткенов облыстық және қалалық маслихат депутаттарымен кездесіп, ортақ мүдделер талқылады. Кездесу барысында өзекті мәселелер мен олардың шешімін табу жолдары талқыланды. Сондай-ақ мемлекеттік бағдарламалардың орындалуы, жол, құрылыс, жалақы мәселесі сөз етілді. Өңірден сайланған халық қалаулылары жыл бойы өңір мүдделерін сенат деңгейінде көтерген. Сонда көптеген проблемалық мәселелерді көтерсе дейміз. Әрине оны депутаттық сауал ретінде немесе заңнама саласында жасалынатын жетіспей жатқан дүниелер болса, соны шешу мәселесі және жаңа заңдарда толықтыру мен түзетулер кіргізген кезде осылардың бәрін ескеріп, біздің өңірдің, Павлодар Есбаян өңірінің проблемаларын өз деңгейімізде шешіп те жатуға тырысып жатырмыз, және жаңа мәселелерді шешу мәселесін осы жағдайда қарастырып, сонда қойылған мәселелерді шешу жолына өзімізге бір міндеттер алсақ деген оймен осы кездесу өтпекші. Бас қосуда күрделі жөндеуді қажет ететін нысандарды ретке келтіру, спорт және туризм, ауыл шаруашылығы саласын дамыту тақырыптары қозғалды. Сондай-ақ әлеуметтік қызметкерлердің еңбек ақысын көтеру мәселесі де сөз етілді. Менде жиі кездесетін осындай бір сұрақ бар еді. Мынау айлық жалақыға байланысты теңсіздік. Бұл әлеуметтік мекемелерге барған кезде сол жердегі медициналық қызметкерлер мен мұғалімдер, жалпы біз енді білеміз ғой, қазір ауылдық жерлердегі мұғалімдердің болсын, медициналық қызметкерлердің болсын, күнкөрісі жақсы, жалақылары жоғары, осы жылы балабақшаның тәрбиешілеріне дейін 30% жалақысына қосылады. Бірақ мына әлеуметтік мекемелерде істейтін медициналық қызметкерлер және мұғалімдер осы категорияларға ілінбей қалып отыр екен. Сәл әділетсіздік. Қазір жаңадан кіргізілетін заңның іші параллельно біздер президент қойып отырған алдымыздағы мақсат ғылым және технологиялық саясат туралы жаңа заңда кіріп жатыр. Онда енді міндетті түрде болады. Жаңа жалақы мәселесіне байланысты көтеріледі. Сондықтан мұның барлығы жуық арада жазға дейін, мүмкін жылдың соңына дейін шешілетіні күмәнсіз. Осындай жұмыстар жүріп жатыр. Мен оның үстіне ғылым адам болғандықтан осы заңға тікелей жауап беріп отырмын. Осы жуырда ғана мәжіліске барып доклад жасадым. Осы мәселелерге байланысты бірінші комитеттен қолдау алдық, ал қалған комитеттерден өтуіміз керек. Содан кейін жазға дейін бұл заң қабылданып қалады деген үлкен үмітіміз бар. Биылғы жыл мерейлі іс-шараларға толы жыл. Геолог ғалым Қаныш Сатпаевтың 125 жылдығы кең тойланбақ. Бұл шара мемлекеттік деңгейде өтетіні анық. Айта кетейік, сенат депутаттары өңіріміздің ауылдарын қаңтардың 13-не дейін аралайды. Әйгерім Тоқпанқызы, Медет Кәрім, Ертіс ақпарат.